Кеш шар достар, армысыздар жайдарман сүйер қауым. Жайдарманның жартылай финалдық сайыстары жалғасын табуда. Бүгін финалдық бәсекеде өнер көрсететін барлық топтарды анықтайтын боламыз. Сондықтан нағыз тартыс, сұрапыл ойын болады деген сенімдемін. Ендеше жастар маусымы республикалық жоғары лига жартылай финал, екінші топ бар жандарды жаулаған жайдарман ашық. Тағы бір алтылық финалдық бәсекеге жолдамаға таласатын болады. Таныс болайық құрамында. Қызылорда қаласының құрамасы Қызылорда. Семей қаласы Элемент құрамасы. Бұрғылау құрамасы Боранқұл Маңғыстау. Тұран құрамасы Тұран Астана университеті Нұр-Сұлтан қаласы. Академик Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті Бүгін.kz Шымкент. Және Түркістан облысы Жетісай қаласы Жетісай құрамасы. Әлі осы алтылықта бағалайтын қазар алқасымен таныс болыңыздар. Құрамында бокстан олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Геннадий Шиповских. Қазар алқасының төрағасы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, президент сыйлығының лауреаты, сатирик жазушы Көпен Әмірбек. Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатының төрағасы Дәулет Кәрібек. Және Еркебұлан Мырзабек. Ал командалар финалға бір қадам, сәттілік. Бүгінгі сайысымыз 3 конкурстан тұрады: сәлемдесу, жамбату және көрініс сайысы. Қазақстан КВН одағатынан Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі азаматтық бастамаларды қолдау орталығына алғыс білдіреміз. Сәлемдесу ортада Қызылорда құрамасы. Есін аға, минерал таппадық. Сосын сдача ғой. 10 мың теңге бергенде бір су шаққа бола. Ән шығардым. Бірақ шәмші шығармын. Ән шығардым. Тыңдаңыздар. Я сен күштің ешкім тең емес. Я сен чемпион ешкім тең емес. Жүргізуші ешкім тең емес. Ешкім тең емес, саған тең емес. Я сен күштің ешкім тең емес. Я сен чемпион ешкім тең емес. Жүргізуші ешкім тең емес. Саған тең емес, саған тең емес. Мұнау Дәулет Кәрібек қой нағып отыр. Әпәйдік адамдардың арасында нағып отыр. Кеш шары Қызылорда! Бірден қуаныш жаңалық айтайық. Біздің қызылордалық Қайсар арнайы Қазақстан Республикасының футболдан кубогын жеңіп алды. Қайсар, Қызылорда, жығылмаймыз жеңіске. Біз
біз келер жылдан бастап Европа лигасына қатысамыз. Европалықтардың барлығы бізге келеді. Қаншама европалықтар келеді, біз қонақтарды қарсы аламыз. Қаншама сосын біз Европа боламыз. Қызылорда Европа болады. Дамимыз. Содан кейін мына бәрі Европаға еліктеп, біз үйде аяқ киіммен жүреміз. Аяқ киіммен жүреміз. Сосын барып бөлек, одан бөлек арнайы тамақтар даладан ішеміз. Сосын үйде береке кетеді. Сосын не болады? Бұзыламыз. Не болды? Кубокқа өтпей қойларың кетті. Жігіттер, мен жеке басында жаңалық болып отырмын. Қандай жаңалық? Ұлды болдым. Қойш, құтты болсын. Атың кім деп қойдыңдар? Рим деп қойдым. Қазақша ат таппадың ба не? Жақсы емес па? Көзіңе елестетші, ертең ол бала мектепке барады. Ата-аналар жиналысы болады. Мені шақырады. Мектепке кіріп бара жатқан кезде, Рим папасы келеді деп айтады. Соңғы 3-4 ай аралығында тағы да біздің Қызылорда облысында арнайы қуанышты жаңалық, бізде аймақ басшысы өзгерді. Арнайы орнына басқа әкім келді. Әкім мен риза болатын, Қуаныш Ысқақов деген кісіге риза болатын кәдімгі. Жастармен бірден кездесу ұйымдастырды ғой. Бірден жастармен кездесті. Жастармен кездескен артынша сенбілік болды. Одада жүрді бірге. Одан кейін барлығымыз бірге балыққа бардық. Ойбай бүткіл көшбасшылар бәрін жинап балыққа бардық. Қызығын айтсаңшы. Сөйтсек бір тана қармақ бәрін салып отырмыз ғой. Сөйтіп еді ана әкім тұрды да қармағын біздікі қаппайды, ананы қабады, тартып қалып еді, 5 балық шықты ғой. Бірден 5 балық шықты. Екінші салып еді, біздікі тартпайды, ананы тартып алды, тартып қойды, 7 балық шықты. Ойбай, одан кейін бар 3-3 тастап еді ғой. Одан кейін тартып қойды, не шықты десең? Кім шықты? Ішкі саясат 2 адам шықты. Болашақ чемпиондар, жалғастырамыз. Құрметті достар, барлық ғимараттарда күзетші болады. Ал күзетшілердің түнгі уақытта не істейтінін ешкім білмейді. Мә, женский туалет осындай болады екен ғой. Рахмет, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері қызбен кездесуде. Өзің жайлы айтып бересің бе? Мен жайлы ешкімге айтуға болмайды. Онда мен өзім жайлы айтам. Сен туралы білем мен. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде біреудің атынан конкурстар ұйымдастыру кәдімгі сәнге айналып кетті. Сонымен белгісіз бір ауылдың әкімі өзінің атынан конкурс ұйымдастырыпты. Құрметті инстан достарым, құрметті барша менің достарым, егерде менің конкурсыма қатыссаңыздар, мен арнайы бас жүлде өзімнің әкімдік орнымды табыстайтын болам. Өте тамаша. Және де екінші орынға арнайы 5 адамға өзімнің орынбасарларымның орнын табыстайтын боламын. Және де арнайы соңғы 3-ші жүлде, 3-ші орынға 10 адамға бөлім басшы деген қызмет табыстаймын. Және де біздің конкурс барлық конкурстардан әділетті, өйткені прокуратура өзі тексеріп отыр бұл конкурсты. Және де барлықтарыңыз осы қазір қатыссаңыздар 3000 теңгеге 3 билет аласыздар. Әкім мырза, қызықсыз. Не болды? Бірдің қызметіміздің бәрі тігіп жіберіп жатқан кезде, ертең бір ұтып алса, не істейміз та қақта жұмсаса? Үндемесейші, аудан әкім конкурсын мен ұтып алғанмын ғой. Достар, ойын соңында биыл елімізде, жалпы Қазақстанда алғашқы рет Жайдарман академиясы ашылды. Қызылордада кәдімгі ашылды. Оның директоры барлығыңызға белгілі жайдарманшы, академик, ағартушы ғалым Әлби Басаров. Рахмет. Мынау енді өздеріңіз білетін шығарсыз, білмейтін шығарсыз. 10 жылдан астам уақыт осы жайдарман саласында жүрмін. Жайдарман ойнап жүрмін. Бірақ мен бірден-бір осы жайдарманның жоғары лигасына финалына шықпаған екенмін. Бармаған екенмін. Сол енді осы финалға шығайын деп биылдан бастап мен облыста Есенаға арнайы халықаралық, республикалық шаралар ұйымдастырып жатырмын. Одан бөлек арнайы жайдарманды кішкентай балдарды оқытайық деп академия ашып жатырмын. Енді финалға өту үшін жайдарман мен саған тағы не істей аламын? Болашақ чемпиондар, рахмет. Қызылорда мекенім, туып өскен жерім, жаңадан өскен. Көп рахмет. Жалғастырамыз. 3-ші маусым жартылай финалда ортада Тұран Астана, Нұр-Сұлтан қаласы.
ассалаумағалейкум жанкүйерлер. Жанкүйерлер деп қоясың, мына кісілердің бәрі жет сай үшін кеп тұр ғой. Жет сай айрат бар ғой, мен соларға жанкүйерім. Қуасың ба сен? Жет сайын жанкүйерім дегенсіз. Жігіттер, бүгін командалар финалға өту үшін таң қалдыруға тырысады. Таң алдыру керек па? Бәрі финалға ұмтылып атса, біз 1-4-ке өтейік. Қуама, бас істемейді. 1-4 не? Сені қайдағы нәрселерді айтып болсайшы, Сұлтан. Білесің ба, бүгін қазылар алқасында қандай салмақты адамдар отыр? Көпен ата сізді томпақ деп отыр. Прикиньте. Мен өсекшімін. Ешкімге айтып қоймаңыздар, оны бәрі біледі. Сен қуасың ба? Болмайтын нәрселерді айтады да жүресің, Қашан қоясың осындайыңды? Жұрттың бәрінің кірдей жауғаны мек жауылмайған. Керек ба соған? Мән, аңғара. Не болды? Жайма сенгі? Үйде 3 баламызда, 4-еу болса көп балалы боламыз. Әкем сәл еңбек етсе болады ғой деймін. Қазір келеді, жан-жақтан командалар келеді да? Әкім нашар. Жарық жоқ. Проблемалар. Жол нашар. Дәмді екен. Қарным ашып кетті бар ғой. Бір тамаға берейін демейсіңдер ғой. Айта беріңдер. Хош, сөйтетті жол нашар дейді да, қазылар алқаларына ұнайтты, жоғары балды алады да кетеді. Ал біз Нұрсұлтан, біз де сөйтіп айтқымыз келеді, Нұрсұлтанның жаман жерлерін. Нұрсұлтанның жаман жер деп ме? Қаланың жаман жерлерін. Бәсе! Не айтасың? Ондай жерлер жоқ қой біздің қалада. Жолдың бәрі күшті ғой бізде. Әдем ғой. Әкім анау күшті зың. Не айтасың бізде? Жүсіпжан, Абу-Дабиді айтса, бітпей атқан. Саған материал. Қара, Нұрсұлтанда бәрі жақсы. Әдей Абу-Дабиді бітірмей отыр, ойлаш. Іштер қыспасын деп отыр. Халықтың арасында өсек бітпесін дейді. Таксилердің арасында тема болсын деп. Ойлаш сонда. Бізге финалға қалайда болсын өту керек біз. Барлығы істеу керек. Финалға өту керек па? Мен бүгін ойынға дос баламды әкелдім ғой, ол көмектеседі финалға өтуге. Каждый әңгімесі күлкілі ғой. Кім? Наурыз. Кім? Кеш? Өз сияқты олыз. Наурыз ғой. Базар жоқ, әңгіме айтып тұрады, әңгімесін өзі күлкілі ғой. Көрсетсіш. Кеше әңгіме айтса, кешегі. Қайратпен отырған бәріміз. Кеше бәріміз қайратпен отырайыныз, барлығымыз клубтан шығып жүр. Сұлтан барсың ғой, сол бәріміз келе жатып, Абай даңғылмен келе жатып. Жоқ, мен мас емеспін. Сол Абай даңғылмен келе жатып, сосын Арман айтады ғой, мен дөңгелегім жарылып қалды дейді ғой, сосын мен запаскама дедім. Сол... Осы ма, досың? Наурыз, сен қызып қапсың ғой. Сен жат демал болса. Сұлтан, енді ақырымен Жайдарманға шығарған екесін, өзім қызыма сөз салайын да мен. Мән ағара, Қызы бар. Бейжамал сен бола ма? Кім дейді? Бейжамал. Пижама? Бейжамал келетін еді ау. Бижамал? Шығатын еді ау осы кезде. Бижамал? Бижамал, қашақып кілім. Бижамал, босай, уақыт кетіп отыр. Эфирдің бәрін қортып. Бош. Аяқ ауыру. Бейжамал, екеуміздің сөйлесіп жүргенімізге талай айлар болды, жылдар болды. Осы жылдардың ішінде мен саған айтатын бір маңызды бір сөзім бар еді. Сен маған тұрмысқа шығасың ба? Елена, осы екеуміз бақытты боламыз ғой. Мына екеуі де қызық балан ғой. Олай болса осындай қызық тұрған сәтінде Тұран Нұрсұлтан кетті достар. Қайырлы кеш қымбатты достар, алғашқы әзіліміз. Егер де Рекетир фильміндегі Саян кішкене сырқаттанып қалған болса. Саян, это от Бахи. Қай баға? Главврач Баха. Сал жерейін. Қыспай тұрш. Жоқ, қысып тұрш. Инес қалып кетпесін. Болды. Вот и все. Қайда, все, әлі 3 күн суға түспесін, білесің ба?
Әрмен қарай жалғастырамыз. Егер де дала ақындары, яғни рэперлер де емтихан тапсырса. Йоу, апай қалайсыз? Мүмкін шашыңыз тарайсыз. Мынау дайын ғой кәдімгідей. Кім жүре бермеш, біз жуып қойдық қазір. Апай, тақырыбын айтып жіберейін. Айтып жіберші. Зұлым тағдыр үңгірдің ішінде. Йоу, апай. Мықты, тақырыбың күшті. Бастай берейін ба? Апай, қалай жағдай? Басың істей ма сенің? Мынауың рэп па? Сөздерің бәрі түсінікті. Ішінде мағынасызлар көп. Бізге мағынасыз нәрселер керек. Мағынасыз нәрсе айт. Болды, түсіндім. Мағынасыз ба? Йоу, апай қалай? Міне керемет. Дәл осылай жалғастырсаң, мәдениет қайраткерін беруге. Құрметті достар, соңғы кездерде елімізде түрлі орталықтар ашылуда. Сонымен біздің фантазия егер де депутаттарды да дайындайтын орталық болса. Ал депутат аға, дайынсыз ғой? Дайынмын. Онда 1, 2, 3 бастаймыз. Құрметті депутат аға, еліміздің болашағы не болады? Сол сұрақтарға жауап берсең, депутат аға қашпаңызшы. Өтініш. Болашақта жоспарларыңыз қандай? Айтыңыз. Жоспар дейсің ба? Ән тұр жоспар. Молодец, шетелге қашып кетпе, интернеттің бәрін бытшын шығар. Үшінші рет жартылай финалдамыз. 2017, 2018, 2019. Сіздермен бірге болған Нұр Сұлтанның намысын қорғап жүрген Шымкенттің жігіттері. Рахмет. Интрига, екеуміздің арамызда, сіз оларға интрига. Республикалық жоғары лига ойындарына қолдау көрсетіп келе жатқаны үшін Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымызды білдіреміз. Сәлемдесу ортада Түркістан облысы Жетісай құрамасы. Оңтүстік Мақтаралда Жетісайын, көркіңе сүйсінемін келген сайын. Пірбекет Алдарыңызда қыздары қас тергеннен қарағанда мақта тергенді жақсы көретін Жетісай құрамасы. Кеш жарығы Нұр Сұлтан! Қымбат достар, Жетісай өңірі білесіздер ақ алтынның отаны. Сол себепті қолымызға мынаны алып шықтық. Мынаны білетіндер бар ғой, Мақтаралдан білесіздер мынаны не екенін? Дұрыс, мақта дейді. Ей жаным, қаяқта жүрсің, мақта теретін адам таппай жүріп қойды. Мынау бір өңіріміздің мынау басты байлығы, басты қазынасы. Біз бұны аялап аруымыздай қараймыз. Мысалы, мақтаны қыз деп алыңыздар. Мысалы, қыз деп алыңыздар. Бұны алдымен егесін. Міне, еккен балдар тұр. Одан кейін бұны суарасын. Суарғаннан кейін бұл өседі. Өскеннен кейін жан жағындағы майда арам шөптерін жұлып тастайсың. Сөйтіп жақсылап бұл пістау деген кезде бір теріп аласың. Үстесіндағыны арадан санаулы уақыт өткеннен кейін тағы бір рет тересің. Енді мақтада білесіздер, оны күлдіретін әңгімеміз 3-ші терім, 4-ші терім. Егер күн нормальный болып жатса 5 рет кейін теруге болады. Бұны 6 рет терсе де болады. 6 рет теруге болады. 8 рет терді. 8 рет тергендері бар. 13 рет тердің тәге. Сен өтіреген. Енді қымбат достар, мақтаны білмейтіндер ватамен шатастырады. Сөйтіп ойлайды, бұны жеуге болады деп. Негізі қымбат достар, шатастырмаңыздар, бұны жеуге болмайды. Бұны жесе 4 түлік мал жеу мүмкін. Бір есі ауысып қалған адам жеу мүмкін жесе. Уайымдамаңыздар. Мен вата қойшын. Мақта Oh my love city Нұр Сұлтан! Oh my shit! Не мынау, кімдер ойнап жатыр өзі? Тәге, Мәкен кән, Марат қайда бізде командада Марат? Мәкең бүгінгі ойынға келе алмады ол. Немене, жеп қойғасын ба Марат немене?
Нұреге 10 қоя тұрыңызшы да қолыңызға не ұстап аласыз? Мақта ғой, мақта кәдім. Кән мақтасы оның. Жаңа мынандай қыз болды айтпақшы. Жаңа Артемда келе жатпаймын. Ана Артем бар ғой, Дзюба. Сол Артемда келе жатқан кезде ана Астанада базар ше Артем. Сол Артемда келе жатсам, жаңа бір Жетісайдың қызы ма, білмеймін әйтеуір қай жақтың қызы екен. Мақтамды көрді да үстіме шығып теріп кетсе бола ма? Соған қарағанда термегенде біраз болған ау деймін сол қызды. Мейлі, мақта өз алдына бір бөлек. Қараңызшы не деген көрермен қаздар алқасының қараңыздар. Көпені Әмірбек мырза бастаған. Тәке, ол кісінің Көпен Әмірбек деп айта салатын кісілер емес бұлар. Бұл кісілердің аттарын да жоғары айту керек. Көпен Әмірбек деп айту керек бұл кісілер. Геннадий Чпопских деу керек кәдімгідей. Еркебұлан Мырзабек деп айту керек. Ерекеге қалай айтсаң да жарасады. Дұрыс па? Кәдімгідей Ресей КВН сахнасын мойындатты. Жақында жазғы кубок ойындарының чемпионы болды. Рахмет ерге, құтты болсын. Күшті. Біз мақтанамыз, өйткені Түркістан облысының төл тумасы. Біздің ағамыз, чемпиондардың чемпионы. Бір сөзбен айтқан кезде кәдімгідей Жайдарманның президенті болатын азаматтың. Есін аға ше сонда? Есін аға қызықта еміс жүргізе салады да. Қымбат достар, Жетісай құрамасы жартылай финал. Біз жалғастырамыз. Білесіздер, 6 қазан күні отандасымыз Геннадий Головкиннің жекпе-жегін тікелей эфирде белгілі боксшы Бақтияр Артаев мырза комментатор есебінде жүргізген болатын. Сонымен бокс алаңында. Okay, ladies and gentlemen, and a world star champion, WBA, WBC world champion of Boxing Day, Madison Square Garden, and a world star to world champion in Kazakhstan, 91, 98, 99, and a world star to world champion, Gennady Gennadievich Golovkin, hey, Triple G. Бақтияр аға, сіз комментатор, ішке кіресіз ғой. Құрметті достар, соғыс майдан алаңында. Жолдас командир! Осы сіз қай жылғы боласыз? Сұрақ қоятын жерде қойған жоқсың ба сен? Жолдас командир! Егер де мен осы соғыста олай-бұлай болып кетіп жатсам, мына хатты әйеліме тапсаңызшы, өтініш. Жарайды. Жолдас командир! Мен де соғыста олай-бұлай болып кетсем, мынаны келіншегіме тапсаңызды өтінем. Жарайды. Жолдас командир! Жолдас командир! Мен де соғыста аналар ұқсап олай-бұлай болып кетсем, мынаны жарыма бере саңызшы, өтініш. Жарайды. Олай-бұлай болып кетпейсің ба? Кәз. Оқта тимей кетті ғой тек. Сәл окоптан шықсай. Не деген тимейтін оғыл? Апарып беру керек бетін негізі? Я. Болмады оны. Апарып берем деді ғой, шынымен айтым. Рахмет. Құрметті достар, қазіргі таңда әлеуметтік желілерде баюдың жолдарын үйрететін бизнес тренингтер өте қатты көбейіп кеткен. Дәл сондай бизнес тренинг Жетісай қаласында. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен амандасудың қажеті жоқ, мен жай сәлеметсіз бе деген сынақ ретінде айтып тұрмын. Бірден айтайын, мен қою тағам жемеймін, өйткені ет шайнау кезінде менің уақытым кетеді. Барлығы түсінікті болар, әрбір уақытым демек ол ақша деген сөз. Мен сіздерге түсіндірейін. Жалпы тыңдай аласың ба? Жоқ, сен тыңдай аласың ба? Тыңдай аласың ба сен? Есімің кім? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан деме, ұялмай айт. Нұрсұлтан деп айт. Нұрсұлтан. Ны жоғары. Нұрсұлтан. Оны түсір кішкене. Арызда дауыссыз дыбыс қып жібер. Сынысыз. Нұрсұлтан. Не өкетін о? Сіздің есіміңіз кім? Менің есімім Бекжігіт. Бекжігіт, маған К деген әріп ұнамайды, өйткені мен Клара деген қыздан зәбір шеккем.
арық шеттегі табақ, сіздің есіміңіз кім? Менің есімім? Сіздің есіміңізді айтпай ақ қойыңыз, мен сізге Акрам деген есім берем. Акрам, сізге ең бірінші мәселе азу керек. Я, сол азу үшін не Вот не істеу керек? Өте орынды сұрақ. Өте орынды сұрақ. Қандай ақылды бала? Саналы түрде қойылған сұрақ, қандай азуым керек дейді. Сіз бүйтесіз, ауыл тұрғынысыз. Демек, ауылдан 4 әже тауып алып, киізге оранып, өзіңізді текемет қып тептіріңіз. Болмаса көлдің шетінде жатсаңыз, бұғы сізді келеттіған крокодил шатасып жеп кетеді. Түсінікті болар. Табыстарыңызбен танысайық, қанша күндік табыстар? Мен мысалы 2000 теңге табам күніне. Мен мысалға 3000 теңге табам күнде. Мен мысалы 5000, кейде 10 000, 20 000 ставка шыққанына байланысты ғой. Аз. Өте аз. Сіздер 500 000 теңге табатын жігітсіздер. Мен сіздерге 1 минутта 500 000 теңге табудың 9 жолын үйрете аламын. Ол үшін ертеңгі сабақтан қалмау керек. Түсінікті ғой. Бүгінгі сабақ аяқталды, сіздер кете беріңіздер. Одан кейін бек жігіт маған 150 теңге беріңіз, мен автобуспен кетемін. Қымбатты достар, бүгінгі ойынның тақырыбы алға қойған мақсат. Дәл осы сахнада өнер көрсететін жайдарманшылардың мақсаты ол біреу. Бірақ адамның санасында өзінің өмірі үшін өте маңызды мақсат болады. Ал енді біз осы аталған екі мақсаттың қайсысын таңдағанымызды ойыннан кейін білесіздер. Сіздермен бірге болған жасына сәйкес мақсат қоя білетін Жетісай құрамасы. Рахмет, жалғастырамыз. Алға қойған мақсат сәлемдесу, ортада Бұрғылау құрамасы Боранқұл. Бір-біріне көз алмай қарап, жол үстінде тұр екі биде, жүректері бірдей мазалап, тұр екеуі айлы түнде, жаулап алды махаббат, әнін саған арналар. Жаулап алды махаббат, әнін саған арналар. Осы музыка дұрыс па? Осы айтып тұрғанымыз? Айттым ғой саған, Сейітжанға жаздырмай қойып деп. Оның үстіне бір бөтелке деген қойып кетті ғой. Бұл Боранқұлдық әңгіме. Айттым, тошты қойып кетті ана. Не хабар елорда? Тоқта, не мынау? Жүрек қой. Жүрек. Қайдағы жүрек? Осындай бірдеңелер түсінбей ме? Бірдеңе шығарасың. Бұл дейтін Кореядан келген жүрек. Қайдағы жоқ кәрістердің бірдеңесі мода қылып аласыңдар. Кәрістің бір жігіті 40 градус аязда тоңып тұрды да ағып батқан кезде деді. Соны алдыңдар да аяқ астынан мода қылып жүрдіңдер. Нұрбол, бұл корейлерде мен сені жақсы көрем дегенді білдіреді. Осыны адамдарға көрсету арқылы қарым-қатынас жақсартады. Мынаумен жақсара ма? Біздің елде мынаумен жақсармайды. Мынаумен жақсарады ше, мынаумен жақсармайды. Біздің елде мынауың болса, мынаусың. Мынауың болмаса, мынаусың. Қараңшы, Нұрсұлтанның қыздары да қандай әдемі да. Әдемі. Не үшін екен білесің ба? Не үшін ал? ПП дейді. ПП? Бұл жақта қыздар ПП дейді. Правильный питание дейді. Мәкші да? Қыздар уақытылы тамақтанады екен да, өсіп әдемі болады екен. Мәкшті. Біздікілер ДП ғой. ДП? Ол не ол? Қандай? До конца питание ғой біздің. Біздік... Ол ештеңеміз кейде тұпы ғой. Тұпы? Ол не? Таусылғанша питание. Жігіттер, бұлай болмайды. Бұлай қыздар жайлы болмайтын тақырып қозғап жатсыңдар. Одан да нашақорлық, парақорлық сияқты күрделі тақырыптарды қозғауымыз керекпіз. Міне. Осындайлар елімізді құртады. Осындайлар құртады. Қыздар туралы айтып едік, болмайтын нәрсе дейді қыздарды. Парақорлық, жемқорлық деген болатын нәрсе да. Өстіп біз қыздарға мән бермей болмайтын нәрсе деп қарағанның кесірінен қыздар шетелге кетіп жатыр, жік күйеуге. Дұрыс.
Дұрыс айтасың. Дұрыс айтыпсың Нұрбол сен. Көрдің ба? Әне қыздар туралы айтып еді, қыздар шыңғырып кішкене, мә бізге көңіл бөледі екен ғой. Жігіттер біздің бар екенімізді біледі екен ғой. Қазақ жігіттерге көшіп қайық деп ойланып отыр қазір. Ойланып отыр. Сен ана шенеулік бірдеңе деп жоғары жақта айтып жүрген кезде, кәрістің жігіттері біздің қыздарды бүйтіп қаратып алып отыр өзіне. Қаратып алып отыр бүйтіп. Деп қаратып алып. Одан да өзіміз қаратып алайық. Нұрбол. Құрметті қыздар. Давай, Нұрбол сен де. Нұрбол. Сен қыз? Мә? Вақты. Ана қыз отыр ғой, ана қыз? Мә? Ана қыз отыр ғой? Мә? Бардақ қылға ауылдың балдары кет, let's go! Рахмет. Сонымен өзінің хатшысымен жүріп жатқан әкім. Птың, Гуля. Ау әкім мырза. Кіммен сөйлесіп жатсың? Нөмірің занят болып отыр ғой. Құрсын анашымен сөйлесіп жатмын, жыннан баш. Болашақ енем ба? Қоя қойшы, құрс тіпті алам деп әлі үшін ғой. Алам, берсе, жаным, алам. Қоя қойшы, құрс тіпті, егер салмай. Не? Гуля. Қойшы құрсын. Гуля. Қойден құрсын болды. Сүймейсің ба не? Сүймейсің ба не? Қасымда адамдар отыр. Сен бит келшіше. Неге? Кешегі туплен киіп келшіше. Құрсын, қолым бос емес, неге барайын? Іште Wi-Fi жасамай қалды, әңгіме тек ішіп кетті. Құрметті достар, қазіргі таңда Инстаграмда репост арқылы біраз нәрсені тегін алуға болады. Сонымен репост арқылы үйленген жігіт. Сәлем достар, міне мен Қошқарбай атаның 9 қызы бар еді, бір қызын алдым, өзіме қатты ұнады, шын айтам. Жігіттер қалған 8 қызы қалды, бұлай жоғары қарай көтерсеңіздер 8 қыздың фотосы шығады. Қошқарбай ата, сәлем деп қойыңыз. Сәлем! Менің атымнан келсеңдер қалған ең давай. Достар, біздің Боранқұлдың кештері өте қараңғы. Өйткені ауыл көшелерінде мүлдем жарық жоқ. Сонымен түн Боранқұл көшесі. Аламды бұрам ғанамды. Ұйықтап отқан адам ба? Ұйықтап отқан адам ұрам. Мә қатырасыз сенде. Нұрлан? Жоқ. Нұрлан? Жоқ. Айбек? Не? Нұрлан қайда? Тұрған қасында. Нұрлан? Мама шақырып, тамақ ішеміз сен жүріп. Достар, кезіндегі жарнама қазіргі таңда түсірілсе. Әріптестер, жиналысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Сіз қайда жүрсіз кешігіп? Мен президентпен таңғы ас іштім. Қайсысымен? Қызылымен. Көгімен ішпейсің бе? Тәтті ғой? Рахмет. Құрметті достар, биыл 2019 жылы жастар жылы болды. Ал келер жыл президенттің айтуымен еріктілер жылы болып бекітілді. Біздің ауылдағы жезделердің жылы дейсің ғой да? Қалай сонда жезделердің? Нағыз ерікті деген ауылдағы жезделер ғой, той демейді, садақа демейді, таңғы 5-тен кешке дейін көмектесіп жүреді. Көрші үйдің келіндері танымаса да ыдыс аяқтасып былай да былай шауып жүреді. Құрдастар түнімен ағаш жарады. Нағыз ерікті солар ғой. Бірақ мына қаланың еріктілері мен ауылдың еріктілерінің бір айырмашылығы бар. Қандай айырмашылық? Қаланың еріктілері дейтін футболкамен пураш үшін жүреді ғой. Ауылдың еріктілері садақадан алып кететін пакеттегі күріш үшін жүреді тек. Боранқұл, бұйыртса көрсеміз. Бәрекелді, рахмет. Сәлемесу жалғасады. Биыл алғаш рет жартылай финалда бүгін .kz Шымкент.
Кеш шарқ Қазақстан мереке құтты болсын. О, мына кәдімгі жартылай финал. Жартысынан да өтіп кетіппіз ғой уже. Финалға өту үшін жартылай финалда жартыбас ұса ойнауымыз керек біздің. Қой, жартыбас деген несі? Кәдімгідей бүтін бас болып ойнай берсе. Жартыбас болған жақсы емес па қайта? Неше жақсы оның? Шаш, шампун аз кетеді. Жартыбас екен ғой мұны. Да, Баян. Мен ойындам қозыға хабарлас. Қозы алмаса қошқарға хабарласын. Қошқар бетон алады. Болды. Сонда ше, жартыбас болғанда шапканы қалай киеді ол? Не дейді, сен жаңағы бөлмеде әлі жүрсің ғой сен? Ертең сұрай салмадың ба? Не айтып жатсыңдар, жартыбас, бас киімді қалай киеді, жартылай финал деп. Кәдімгідей ортасынан бөліп тастап жартысын киеді да. Өздері үстіп әзіліп қояды арасында. Әзілкешпіз ба? Әзілкеш емес, әзіл қойсын. Не дейді? Әзіл қойсыңдар дейді. Әзіл қойсын деді, өтірік айтпай қойсайын. Кәдімгі сендермен жартылай финалға жеткен ерекем ғой мен кәдімгі. Менің орнымда мынау Фемидадағы есет болса ойнай алмайтын еді мысалға. Мынау элементтегі елдар болса дайындықта қайтып кететін еді. Нұрбай, сен не деп тұрсың? Жартылай финалға бір өзің жеткен жоқсың ғой? Команданың арқасы ғой, мына толық құрамның арқасы ғой. Жой, толық болғанда көкем қаяқта? Көкем Кәмшат Жолдыбаеваның өтінішімен ана рэпер Баллерді күтіп алуға кетті ғой. Кімді дейді? Баллерді күтіп алуға кетті. Мен де шетте боламын, сен де шетте боласың. Бірақтан да шеттердің тармағы әртүрлі талғамды сенікі біртүрлі негізі. Бұл тупак негізі, бұл төңкес негізі. Шетте бола исі негізі. Ақпан 28-ді бұл жерде 17 баяғы 13. Баллер мен Ғазистан 33. Ендеше кіш. Көрдің ба, Балдер? Мен көремендерім қалай қарсы алатын? Мен шокемін, бауырым. Не айтып отырсыңдар? Жартыбас, партыбас деп. Біле білсіңде әркім бас, әртүрлі бас? Конечно. Мысалы, менікі собақ бас. Мынау қаңғы бас. Бірақ бізде команда бас. Жігіттер, бүгін маңызды ойын. Сондықтан бізге ұшып кетпеу керек. Жігіттер, ұшып кетпеу керек. Сен уже ұшып кеткен сияқтысың ғой сен. Кімді күтіп аған өз? Мен ғой күтіп аған. Сәл беркесіңдерші енді сәл. Сен немне бір әшке тағып ағасың сен? Түрің тура ойыншық машина ұқсап қапты ғой. Не істеп жүрсіңдер өз? Не істеп жүрген? Жақында мен Инстаграмға өзім машина конкурс ұйымдастырмақпын. Соған Балдерге машинам туралы өлең шығарып бер дегем, сон өлең шығарып келе жатыр екеуміз. Не аған өлең ол тыңдайықта? Оқыш Балдер. Шай өлең. Моторында стук, оңай алмайтын, асты шіріп, есті жабылмайтын, өте қырсық егесіне тартқан, осы машина сатылса жет шелпек таратам, бро. Сенің машинаңа жарнамама бұл? Сен ана машинаңа рэп түгілі Астана аренаға концерт берсеңде өтпейді ол. Сен ол машинаңды өткізу үшін қасына 100 iPhone, Дубайға жолдама, 2 үй, 2 миллионнан 4 рет кәдім. 4 адвокат, 1 наиб имам керек қоған. Оның өзінде сенің ана машинаң учительный приз бақ болады. Не дейді? Учительный приз дейді да. Не дейді? Қойшы. Болды мұны. Көкем жартылай финалға баллерді әк көпті. Баллер деген мағынасы не ол өз? Короче, примерно ол заңсыз байып кеткен адам баллер деп айтады Америкада. Заңсыз байып кетуді баллер дей ма? Менің мұрат жездемде баллер екен ғонда.
Бізде Қазақстанда да біраз баллерлер көп қонда. Шетелде қанша оғаш жүр. Енді мен Жайдарманға сонша келіп ойнайын ба, ойнамайын ба Жайдарман? Ойнағанда біз үйтіп әзіл ештеңе ойнамаймыз біз. Мейлі әйтеуір бір жартылай финалда бұл жаңалық болсын да, хабарлаш сонда. Қымбат достар, баллер мен кешудің қыздары белгісіз бір концертке дайындықта. Кешудің қыздары деді ғой. Мен ескі составымын. Состав, сен кәдім сустап болып тұрсың ғой сен. Сен ескісіне де келмейсің ғой сен. Сен не алып шықтың? Мен Кәмшат Жолдыбаевамын. Не дейді, мен сен Нағима Есқалиева деп қалдым ғой. Кәмшат болғанда да көтеріп қойған Кәмшат па? Кәмшаттың да бір кездері ана болғысы келген Сен екеуі не шай әңгіме айтып тұрсыңдар, мен ойнайын ба, ойнамайын ба просто, айтшыман. Айттым ғой, бір адам, біз әзіл ойнамаймыз, біз тек әңгіме айта береміз біз. Онда мен грант көген командасымен ойнайын мен онда, кеттім мен. Грант ұшып кетті ғой олар. Вот ұшса солармен ойнайын мен бауырым. Мұна айтыр, бүгінгі ойынның тақырыбы алға қойған мақсат дейді. Алға қойған мақсатымызға жету үшін келдік. Кейбір командалардың мақсаты финалға өтіп чемпион болу. Біздің мақсат чемпион болу емес. Чемпион болсаң қойып кетесің ойын. Біз осы ойнап жүре бергіміз келеді көрермендер үшін. Айтыр, ұйқастырдық. Сіздермен бірге болған бүгін кезет болашақ бүгіннен басталады. Кез келген нәрсені бүгіннен баста. Жүрегің әлі бәрін ойындап қырғара ойын. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен азаматтық бастамаларды қолдау орталығына Қазақстан КВН одағы атынан алғысымызды білдіреміз. Соңғы сәлемдесу ортада Элемент Семей. Келесі әннің сөздерін Нұржан Төлендиевтен алдық. Қызыл жасыл сары, қызыл жасыл сары, қызыл жасыл сары. Келе жатсам көшеде көңілім тасы. Бір сұлу қыз келеді ау ертең басы. Былқылдап, сылқылдап, жанар оты жыл-жылдылдап. Былқылдап, сылқылдап, жанар оты жыл-жылдылдап. Жігіттер, артық әңгімені қойып, бүгін халықты таң алдыру керек. Айтпақшы, қазылар алқасында ана жігіт көрінбейді ғой. Қай жігіт? Дана Нұр жігіт. Елдар. Қуаныш, менде Акимат жайлы әзіл бар. Акимат туралы айта бермеңдер. Біле білсеңдер, менің әкем Семейде акиматта жұмыс істейді. Өтірік айтпай керім, Семейдің акиматында ешкім жұмыс істемейді. Елдар. Жігіттер, жартылай финал болғандықтан өзімізді жан-жақты көрсету керекпіз. Шалқар, неге үндемей тұрсың? Ол білесің ғой, ылғи сөзін ұмытып қалады, сол үшін оған сөз бермейміз. Неге? Грантқа түсе алмай қалған баланың әні. Әкеме айтшы, мама дайындасын жылқыларын. Концерт кезінде Айдана Меденованың аузына қылшық түсіп кетті. Жараған күнім болса да, бәрібір де жарамайды. Не. Айдар. Кеше көшеде кетіп бара жатсам, полицейскийлар мен милицейскийлар төбелесіп отыр ғой. Сосын? Сосын менттар келіп бәрін алып кетті. Елдар. Немен баланың әңгімесін айтып тұрсың сен? Одан да неге қызықты ақпараттар айтпайсыңдар? Мысалы, Есен ағамыз басқарып отырған Тамаша ТВ каналына биыл 1 жыл. Айтпақшы, Есен аға, бізді сол Тамаша ТВ-ға бірдеңке қылып түсірсеңші, бір мультфильмге болсын ба? Қайдағы мультфильм? Неме айтып тұрсың сен? Есен аға өзі мультфильмге түсіп жүр ғой. Есен аға, сосын айтыңызшы, сіз аңдардың дауысын сала аласыз ба? Мысалы, нені салып көрейін? Айтыңдар. Мысалы, Дудар нені салсын? Итті салсын. Иә, итті. Ит қиындау. Мысықты.
Мяу. Ойлаңдаршы, Есен аға барлық мультфильмге түссе. Мяу. Олай болса Есен ағаны басқа қырдан көрсетіп жүрген элемент семей. Достар, көреміз, өте ақ көңіл жігіт. Кет деп саған. Мә жарыт, бір тісте. Криминалды көшелердің бірінде. Өз жігіттер не істеп жатсыңдар? Өздеріне үлкен кісін тепкен нес? Теберсін, жастар жылы ғой. Достар, кейбір жігіттер өздерінің қыздарымен телефон арқылы сөйлескен кезде дәл осындай әрекеттер жасайды. Алло, Мақпал, чөт там, қалайсың? Чөт там, Мақпал, не істеп жатсың? Подружкамен? Подружкамен? Достар, көреміз, таксиде. Ой, түсі жолдан, өлі алмай жүрсің бе? Орталыққа 500 теңге апарып тастаңызшы. Базарға 700-ге апарып тастайын. Жоқ, орталыққа 500. Отыр. Қарындас, мұнда қысқа көйлекпен көшеде жүруге қорықпайсың ба? Жоқ, неге? Анжа осылай киім шыққан ба, таяқ қалдым. Аға, көп сөремей жолыңызға қараңызшы. Қарап отырмын. Ана шұңқырды көріпсің ба? Я, көрдім. Соны бәрі көреді, әкім көрмей жүр бар ғой. Жасыңыз нешеде, ағай? Қанша бересің? 31. Жоғы 500 дедің ғой, болды. Аға, не істеп жатсыз? Жо, жаман ойлап қалма, жай құшақтайын деген ғой. Тоқтай салайын, Аға. Аға, үйге қонақтар келеді, орындық бере тұрасыз. Өй, мә. Достар, көреміз, мүлдем әңгіме айта алмайтын әке. Балам, ол кезде сен маман талғатпен жүрген. Доғарындар болды. Достар, ойынымыздың соңын қатты жағымпазданып кеткен баланың сөзімен аяқтаймыз. Негіз жұмақтың кілті қазылар алқасының аяғының астында. Сіздермен бірге болған элемент семей. Он жыл бұрын біз жайдарманды бастадық, осы ойын үшін оқумен жұмысты тастадық. Бәріміз де бірге бұл ерекше жолды таңдадық, осы жолды таңдап далада қалмадық мамай. Рахмет, сәлемдесу аяқталды. Командалар келесі сайыс үшін ортаға шақырамын. Қазақстан КВН одағы атынан жайдарман сайыстарына ақпараттық қолдау көрсетіп келе жатқан үшін Қазақстан ұлттық арнасына алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар арнайы жобаларға қолдау көрсеткен үшін Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігіне алғысымызды айтамыз. Сәлемдесу жоғары ұпай 5, Боранқұл Маңғыстау 4, 5, 5, 5, 5, 4,8 ұпай. Элемент Семей 3, 4, 5, 5, 5, 4,4 ұпай. Қызылорда құрамасы 4, 5, 4, 5, 3, 4,2 ұпай. Бүгін KZ 5, 5, 5, 4, 3, 4,4 ұпай. Тұран Нұр-Сұлтан қаласы 5, 4, 4, 4, 3, 4 ұпай. Және Жетісай құрамасы 5, 4, 4, 4, 4, 4,2
2 ұпай. Жамбату бастайтын бүгін нүкте KZ. 2 әзілден. Құрметті қазылар алқасы, ұнамаған команданың реттік санын көрсетесіздер. Мысал үшін 7-ші нөмірдегі команда. Бүгін KZ. Бір өзін әдемі, бір сымбатты, көрікті, красавчик санайтын бір есек сүндет тойға шығады екен. Бірақ заказ жоқ. 2-ші. Mortal Kombat'тағы Лукенг Зубзераға қатырасын депті. Боранқұл. Аузында дым тісі жоқ жігіттің аузына кірген сағыз. Ей, кім бар ей? Ей, есть кто-нибудь? Деп тұрғанда жұтық қойыпты. 2-ші. Тігін чапалар әңгімені қысқартып айтады екен. Тұран. 1-ші. Ақ көңіл жүрегі нәзік, асаба қыз ұзатып алмайды екен, мүлде. Просто информация біліп жүріңіздер. 2-ші. Әкімнің өз қолымен отырғызылған ағаш жанындағы майда шөптерге қарап, әкімге айтып, түп тамырларымен жұлдырып алайын ба депті. Жетсай. Тікені жоқ кірпі алманы үйіне дейін домалатып апарады екен. 2-ші. Ұрғашы қоян мен еркек қоянды жұтып қойған жылан. Не болып кетті мынаны біреуін шығарып тастаймын ау, айтпесем жаман көбейіп жатыр ғой депті. Элемент Семей. Өзіне сенімсіз әкім әр жиналысын қалай ойлайсыңдар деп бастады екен. 2-ші. Түкіріп сөйлейтін қыз тамақ істегенде газ өшіріп ала береді екен. Қызылорда. Мынау мектепте өздеріңіз білесіздер ғой, жоғары сыныпқа өткен кезде бастауышпен қоштасу деген шара өтеді. Сол секілді мына Нұр Отанға өткен кезде жас отанмен қоштасу деген шара өтеді екен. Сол шарада арнайы айтылған ән. Ғалымда, шахтерде, Нұр Отанда, ұстазбен әншіде Нұр Отанда, футболка берген, кепкі берген, партбилет берген, көз алдымнан кетпейді флеш боп милеген. Жас отан, әлі де қошаман, шар болсын өзіңе жасаған, күтіп тұр әнекей қосаған, күтіп тұр әнекей Нұр Отан. Артыңа қарама қызым, артыңа қарама, артыңда дәулет кәрбек тұр босаған. 2-ші. Тақиясы тар ағаның басы көп ұрады екен. Қош айтсамыз. Тұран Астана. Бүгін KZ. 2-ші айналым. Бір ешқандай футболисттің атын білмейтін комментатор тепті, гол, аут деп отыра берді. 2-ші. Өте қанағатсыз бір ақын домбырасына 3 тесік 7 шек қойып апты. Боранқұл. Орысша білмейтін жігіттердің мимикасы мықты болады екен. 2-ші. Саясаттан түк хабар жоқ таксист клиентті үндемей апарады екен. Жетсай. Бір түсі жоқ қыздар лағманды үзбей жейді екен. 2-ші. Киіміне мән бермейтін молданың айтқан әні. Басында кепка, үстінде адик, қолда гитара, сидимна құдай тамақ. Семей. Ата-анасынан қатты қорқатын бала темекінің иісі кетсін деп әскерге кетіп қапты. 2-ші. Математикадан беретін бақ тапайтын 2 баласы бар, біреу ойда. Қызылорда. Мұна мұзда мәнелеп сырғанайтындар сабақта ежелеп оқиды екен. 2-ші. Бір жағдайы жоқ, әкім түскі асын банкіге салып апарады екен үйіне. Қош айтсамыз. 1-мен 6, 1-1 әзілден. Бүгін KZ. Кіммен дейді? 1-ші нөмірде сізбен Қызылорда.
Мен. Бір Mitsubishi деген машина сатып алған бір көкеміз, оған тілі келмей Opel'ге ауыстырып жіберіпті. Қызылорда. Бір мотоциклді қатты үйрем айдап қалған ағамыз атқа орған кезде, отырған кезде аттың құрағын бұрап жібереді дейді. Сол. Қош айтсамыз. Қызылорда, рахмет. Үшінші айналым, бүгін кезет. Жирафтар жасырынбақ ойнамайды екен. Екінші. Жемқор әкім үйін әйелін алдына аударып қояды екен. Болды ма? Я, жемқор әкім үйін әйелін атына аударып қояды екен. Ұстап қыз бөле қой. Боранқұл. Аяғының тырнағы ұзын адамдар суда қат жүзеді екен. Екінші. Қазақтың жігітінен ажырасып, африкалық жігітке күйеуге шыққан апамыз өмірдің ағында қарасында көрдім ғой деп айтады дейді. Жетсай. Бір сөздік қорға өте бай филолог апайды тілін ғана жұмыс қалып өзін қайтарып жіберіпті. Екінші. Бір істі бастап соңына дейін жеткізбейтін ағамыздың әйелі бар, бала шағасы жоқ. Семей. Бомждар бір-бірімен орнына жат деп әзілдеседі екен. Екінші. Қайғылы хабар жеткізе алмайтын дәрігер бірінші анекдот айтып алады екен. Қош айтсамыз. Бүгін кезет, рахмет. Төртінші айналым. Боранқұл. Өте оқымысты бір копченый балық өзі оралып тұрған газеттің бәрін оқып тастапты. Екінші. Толықтау қыздардың доспалдары көп болады екен. Жетсай. Кітап білім бұлағы, старсты куратордың құлағы. Екінші. Екінші. Құдалықтан құдалыққа, тойдан тойға, жалпы бірде-бір атаның үстіне нақты киілмей жүрген шапан. Не қылдыңдар, мен жеңіл жүр шапан қып жердіңдер ғой депті. Семей. Саусағына сары су жиналып қойған жігіт енді фанта ішпеймін депті. Екінші. Тұтығып сөйлейтін асабалардың тойы ұзаққа созылады екен. Қош айтсамыз. Элемент Семей, рахмет. Финал екі әзілден. Боранқұл. Біріншісі осы. Жуаны, яғни пиязды көп жейтін жігіт әлі бойдақ. Екінші. Өзінше оқып қалған ақынға айтыста шай құйып атса, маған шай емес бір горилла ма, Red Bull ма бірден әкелші депті. Рахмет. Жетсай. Құзын ұзатып қалың малына 2 миллион теңге алып, аяқ астынан миллионер болып кеткен ағамыз. Негіз құдалар біздің теңім емес деп кісі бұл қапты. Екінші. Екінші. Бірінші қалаулым бағдарламасы шықты. Екінші қалауым бағдарламасы шықты. Үшінші қалауым сен бағдарламасы шықты. Жетісайда бір ағамыз тура осыны көріп, қалашы мені деп шығарыпты. Сонымен жеңімпаз команда. Ау. Бір әзілден. Тағы бір әзілден. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал орнынан тұрып, фотоға түсіріп, WhatsApp-қа қызыл жемпірі бар бала жоғалды кімдікі деп жазып жүріпті. Жетсай. Ақты ақ, қараны қара деп айтатын жетісайлық бір ағам сарыны сары, көкті көк деп айтыпты. Екеуі де тең ғой. Олай болса екеуіне де 0,9 ұпайдан.
Өткен сайыста да дәл осындай жағдай болған. Сонымен жамбату бойынша ұпай сандары Тұран Астана 0,5, Қызылорда 0,6, Бүгін KZ 0,7, Элемент Семей 0,8, Боранқұл мен Жетісай құрамасы 0,9 ұпайдан. Республикалық жоғары лига сайыстарына қолдау көрсеткен үшін Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымызды білдіреміз. Қымбат достар, бүгінгі сайыстанда 2-1 команда тікелей финалға жолдама алатын болады. Енді үй тапсырмасына кірісеміз. Ортада Жетісай құрамасы. Қызығы мен қиындығы қатар жүретін таксист ағамыздың өмірінен үзінді. Қарызды қашан қайтарасың? Қайтарғанда бар ғой, сен тұрыш бер, қарашы. Мен қалай қайтарам? 300 мың деген оңай ақша емес қой, білесің ба? Қайтарайын мен, білмеймін. Мен ана кредитін жауып алайыншы бірін, оны жаппасам үйімді ап қояды мен. Келсе адам көз көріп таныс жүрген адамсың ғой, берем саған 300 мың. Не болды сонша? Маған ол қызық емес, егер де қарызымды қайтармасаң, арты жаман болады. Пуй! Інім, аэропорт қайдаш тесте жетуім керек. Сен жеке шоферің бедің бе? Баршы бар, басқа такси көрсе? Сен ойлаған ақшадан 3-5 есе көбейт берем ақшаңды. 200 теңге бересің ба, не сонда? Жоқ, 10 мың теңге берем. 10 минутта жеткізіп тастасаң 10 мың теңге берем. 300 минут тұрсақ 300 мың бересің ба сонда? Асығыспын мен, 10 минутта жету керек. Болды, уайымдама. 10 минутта жеткізу, уайымдама, сен аэропорттамын деп есептей берсе өзіңді. Аэропортта ана жүктерінді тиеп, самолетте отырмын деп есептей берсе, ана майда-майда компьютер бар ғой, соны таратып жатыр ма? Иә. Соны сорып отыр, ана құлағың бітеліп қалады. Не айтып кеттің, айдаш тесте. Болды, 10 минутта апару керек қой. Болды, ремень тақ. Жат! Абайлашы. Тұра тұршы. Алло, Сәрсенбек. Ана машина ходовкасы кетіп еді, сол қалай жөндесе болады? Бүгін жүре ма машинаң? Басқа такси көре бересің, сені жүрмей жатыр ғой. Алло, Ғабит. Жо, бұл Сәкен ғой. Білеміз, Сәкен. Сен Атыраудасың ба? Жо, Шымкенттен. Білем. Сенің 3-ші сынып оқитын Айдос дейтін ұлың бар ма? Жо, Санжар деген ұлым бар, 11 оқиды оның үстіне. Білем. Бүгін костюм шалбарымен сабаққа кетіп, қайтып оралмады, я? Жо, бүгін демалыс қой оған. Білем. Кім нөмірін беріп жібергесіңдер? Шағыршы, әкең аты кім? Ербол. Ой, әкеңнің. Аға айып етпеңіз. Бала шағаңызға қарап жүріңіз. Аға. Ойбай, ішім. Тұр. Аға, жүріңіз. Қайда жүр? Қайда? Перзентханаға, Жайша? Жайша деген не? Сиққа отыр қараңыз сен. Сен ба, қайсы өзі? Қайсың деген не? Тұра. Қанша бересің? 1000 теңге берем. 1000 теңге. 1000 теңге ма? Бола ма? Бола. 1000 теңге. Олды болдым. Рахмет. Кім де қоямыз? Ербол де қояқшы өтініш. Күшті. Рахмет аға. Жолыңыз болсын. Мәшинеңіз күшті екен. Туып кеткен несін алардың шынында? Өзім шашым деймін, өзім шашым мынау. Ренжіме, парик деп ойлады ғын. Сенің 300 мың теңге қарызыңды қайтармай жүрген осы жігіт қой, ә? Осы. Айттым саған. Осыға айттым саған түбі жаман болады деп. Құршы.
Мен анам негізінде басында қыз болады деген ғой, мен туылмай жат. Сөйт өмірге кеп балабақшада өмірді андай апарып, мектепте оқып, сосын университетте, сосын отбасы құрып, аман есен. Сол қазір 39 жасқа келіп жүрмін. Не айтып кеттің? Білмеймін, өмірім көз алдында өтіп жатыр, шекем қорқып жатырмын. Қысқасы былай. 300 мың теңгені 3-ке дейін санайым, табасын. Таппасаң 3-ке бөліп, 3-ке көбейтіп, одан 3 алып есеп шығарам. 1, 2, 3. Кәс. Алло, Жан. Ау? Саған күшті жаңалығым бар. Аға? Иә. Қандай? Президентіміз көпбалалы аналардың кредитін жауып жатыр екен. Қош? Иә. Сонда біздің кредитін жабылды ма? Жабылды. Болды онда, жаңа 300 мыңды қолда ұстап тұра тұр, қолда. Жарайды, қазір Бекжігіт деген жігіт аппарат болды. Жарайды. Әйтеуір құтылдық. Сон мен қорқыту үшін осында образға кіріп боянып алдым ба сен сонда? Мен циркте істеймін аға. Сон мен циркке дейін жеткізіп тастасаңыз. Болды, сен уайымдама. Цирктемін деп елестете берсе өзіңді, цирктемін деп елестете бер. Цирктемін деп, арыстанның алдында сальто тастап отырсың ғой, уайымдама сен. Рахмет, сіздермен бірге болған жай ғана қарапайым Жетісайдың нағыз жігіттері. Рахмет. Құрамасына жалғастырамыз. Ортада үй тапсырмасы Бұрғылау Боранқұл. Достар, адамның даму үшін ең маңызды нәрсе ол тәжірибе. Сонымен тәжірибе алмасу мақсатында Қазақстан полицейлері Америка құрама штаттарында. Америка құрама штаттары, Вашингтон, штаб ФБР. Мықты қара, Америкаға келдік, күтіп алдық. Түнгі 3-те көше жап-жарық қой Америкада, прикинь. Кәдімгідей демалу жоқ, әңгіме жоқ, билеп отырық та. Атың кім болады? My name is Stanley. I'm from Florida. What about you? What are you from? Атың деймін, атың. My name is Stanley. I'm from Florida. What about you? Жоқ, атың. Stanley. Стэнли. Stanley. Бердібек. Бердібек. Жұмағұл ұлы Бердібек. Джонни дейміз. Джонни. О, Джонни. Әппақтың дегіл. Бұлай, бізде мәселе мынандай. Мына біздің Қазақстанда барлық полиция даңып кеткен. Тек Нұртай екеуміз дамымаған. Oh my god. Сол ғой, бегіш. Сол айтып тұрмын ғой, Нұртай екеуміз дамымағыз. Сол бізге дамыңдар деп, сендерге жіберіп тұр. Келен тез тәжірибе алмаспайық, сол әбеттен базарға бару керек. Мынау сөзге түсінбейді ғой. It's okay, bro. Oh, thanks. It's okay. Қош келдіңіздер, жігіттер. Мен сіздердің кураторларыңызбын. Қалай келдіңіздер? Бәрі жақсы ма? Өте жақсы. Ұнап жатыр екен. Түскен бойда донор жеп алдық, кәдімгідей. Нұртай екеуміз келдік те, бір бөлмелі пәтер жалдап алдық, күшті екен. Бірге тұрып жатырық. Екеуің бірге тұрып отырсыңдар, сонда екеуің ерлі-зайыптысыңдар ма? Қуасың ба? Бізде ондай болмайды. Бізде бір рудан алуға болмайды. Қуасың ба? Жігіттер, егер дайын болсақ, бірден іске көшейік. Болды, дайынбыз, кеттік. Келіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, міне, біздің агент, міне, қазір мына күдіктіні тергейді. Көріп тұрғандарыңыздай, біз күдіктіні қорқытып, үркітіп, мойындатамыз. Yes? No. Мынадан адам қорықпайды ғой. Үтіктен шалбардан басқа ештеңе қорықпайды ғой.
сол оны бүйтіп мойындатады мындай көрсетейік сендерге мойында сен қалған мойында полиция шақырамыз ана істегендеріңнің үстіне тағы 2-3 нәрсе қосамыз да 20 жылға айдап жібереміз қазір. Сен маған ерме, мен 100 000 теңгемен Американың турінен шыққан адаммын, Түсіндің ба? Анаң сыйла, Джессиканы сыйла. Әкең Джон сыйла. Джон қандай адам еді? 69-лардың ішінде Джон десе атақты адам еді кәдімгідей. Соны айтам. Түсіндің ба? Әкең сыйла. Інің сыйла, Эленико Маринелли деген. Ақмаралдай чеш қарындасыңды. Қандай тым жақсы қыз биыл 11 бітіріп жатқан, а? Саған бәрі, сен сотталып кетесің, бізге ерме. Біз 4 күн боламыз, командир үшін аламыз да кетеміз. Сен қаласың түбінде шер, анаң сыйла, анаңды ойла, ертең Джессика қалады шыла, Джессика қалады. Бірінші кім сыйлайық дегенде, бірінші анаң сыйла деген. Екінші кім сыйлайық дегенде, екінші тағы анаң сыйла деген. Үшінші кім сыйлайық дегенде, үшінші де анаң сыйла деген. Төртінші кім сыйлайық дегенде, содан соң Джонды сыйла деген. Джонды сыйла деген. Түсіндің ба? Бізге ермесін. Мойында қарағым сен қалған. Мойында ақылың бар ғой, көке. Соли. Жігіттер, керемет. Сендер бірден мамасын айтып жатып тастадыңдар ғой мына жігітті. Ой, ауылда талай бала мамалатасың ғой. Соны айтам. Мын жақта мықты екен да, полициялар дейтін оригинал киім киіп алған ғой. Кинодағыдай ғой кәм. Біздікі екі размер үлкен ғой. Соны айтам, салаң. Аптяшка болып тұр кәм. Дәл болып тұр. Балағы бар ғой, туплимен дәл келіп тұр ғой. Дәл ғой. Саған біздің үйдегі страшно отыр. Мен саған айтайын, мына жақта дейтін мықты екен. Қара, контрабанда, бірдеңе деп анда үлкен нәрселермен айналысады. Шаруалармен жүреді әркім өзінің. Бізде не ауылда түйем жоғалып кетті. Соны айтам. Түйем ұрланып кетті, ұрыны тауып бер. Сосын түйесін тауып бер. Күйеуі ішіп алып әйелін ұрады. Соған арыз жазады, барасың, көке, енді ішпе, енді әйеліңді ұрма. Соны айтам. Апа, сіз кешірім беріңіз. Ортада баланы аяң деп. Қосылыңдар деп татуластырып, былайша айтқанда молдаң жұмысын жасап жатыр. Окей. I understand. Жігіттер, бізде бір маңызды операция басталайын деп жатыр. Бірақ оған сендердің көмектеріңіз қажет. Бол, көмектесеміз ғой. Не қараңыздар. Мынау Григорий Стефан. Қайсы? Бұл өте маңызды. Өте маңызды күдікті. Біз бұны 3 ай бойы аңдып келе жатырмыз. Оның ең әлсіз жері ол қызбен сөйлескен кезде барлық шындығын жайып салады. Енді екеуіңіздің біреуіңіз қыз болып киінуіңіз қажет. Болды. Қыз болып? Иә. Ода тұрған не бар? Жұмыс үшін бәріне барамыз. Нұртай киінеді ғой. Құма братан мен киінбей егер шешсек, бірден іске көшіп кеттік. Братан, марш көп кеткенсің кәдімгідей. Қой деймін саған, жұмыс қой, просто түсін. Жұмыс бізде. Бітем, ананың қасына барам да, байқап атам ғой, күдікті екен байқап атқан кезде, Нұртай деп айқайлайым, жүгіріп келді қолын қайырып тастаңдар. Түсіндің ба? Түсіндім. Бір Джонның үйіне келін болып отырмай не? Братан, мен сені аңдып тұрам, ең басты нөміріңді беріп қойма. Қой. Түсіндің ба? Қарақ қойындар. Hi, baby. Hi. Let's bring it to the famous song. What's your favorite song? The famous song. Today, sit down, please. Нұртай, осы. Don't get smacks. Number. Нұртай, бұл шеш осы. Number. Сегіз. Нұртай, бұл шеш топырлаған фуберлерін қайда келшеш тез. Үш жеті, жеті. Кім қолың тартшы? Қолың тарт, мен ондай қыз емеспін. Түсіндің бі? Анам ақысын ақтайым, махаббат мәңгілік сақтайым. Аққуды атпайым, досым сатпайым. Не спорсмен дейсіз? Не спорсмен? 428. Нұртай, бұл шеш қайдасың бұл? 13. Кім жауыз емес? 2. Нұртай, бұл шеш бір сан қалды ғой. ФБР. Мен істеп жүрсің шаң-шаң болып. Братан, келдім ғой. Қаяқ жүрсіңдер, келмейсің ба? Нұртай деп айқайлап отырмын. Анау дейтін үйгөрек дейін ба? Бірдеңе деп отыр маған. Братан, ұмытып кеттім, ренжімеші. Ренжімесіне жынсың ба? Тезет келмейсің ба? Құрсын бәрін жинаш, кетейікші ауылға. Ешқандай керек емес. Тәжірибе алмаспай 4 күн қалды. Ешқандай алмаспай қойшы. Мына яқтың тәжірибесі бізге дым керек емес. Контрабанда бірдеме, шірдеме дейді, мантрабандамен айналысады. Біздің ауылға контрабанда не керек? Түйеміз тауып жүре берейік, құрсын кешке Нью-Йорк қандағаш деген пойыз бар, мінекте кетейікші құрсын. Енді братан 4 күн қалды ғой. Қазір тұршы, біреу соғып отыр. Алло. Hi, baby. Мына нөмірімді олды кетейікші.
Қымбат достар, ойын соңында. Hello everyone. We love you all. And I'm here once again to thank you all for coming here to watch us. So I'm coming from Florida to come and visit you guys. And I hope you enjoy our comedy. We love you so much. Aga Kazakhstan. В общем, бұл кісі айтып тұр. Тәжірибе жинау үшін шетелге барып көп ақша құртудың қажеті жоқ дейді. Тек қана полицейлерге тәжірибе жинау үшін өзіміздің үлкен Бауыржан Момышұлы сияқты ағаларымыздан тәжірибе алсын деп жатыр. Стэнли Джон Ло. Боранқұл, бұйыртса көрсеміз. Боранқұл құрамасы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз. Ортада бүгін.kz Шымкент. Қымбат достар, қазіргі таңда телеарналарда жұлдызды шақырып тамақ әзірлеу сынды бағдарламалар өте көп. Сонымен біздің команда дәл сондай бағдарламалардың бірінде. Қайырлы кеш, қымбатты достар, және де телекөрермендер. Әдеттегідей бізде дәмді әрі тез бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін біздің бағдарламамыздың қонақтары, Жайдарманның жұлдыздары, жоғарғы лиганың жартылай финалына жеткен бүгін кезде Жайдарман тобының ойыншылары Ғазиз бен Нұрлыбек. Қарсы алыңыздар. Нұрлы, көмектесші. Болығы кеп қалдық, үйден шығып баратқан айтпайсың ба? Мен де байқамаппын ғой деп. Бәрі өзім көтеріс бол. Мынау неме бағдарлама мынау? Бәрін өзіміз әкеп атық қой. Қазанымызды, кәдімгі, картошка, пиязымызды бәрін өзіміз әкеп атық. Телевизорға түсіреме өзі? Түсіреді ғой, түсіреді ол, көрінеді ғой. Пеш көтеріп келем ма деп қалдым мен. Пештеріңіз бар екен айда көр. Кешірім сұраймыз енді, жаңадан ашылған бағдарлама болғаннан кейін. Енді ана қарап тұрсам, фартук киіп алғаныңызға қарағанда асты сіз әзірлейсіз ғой? Жоқ, Ғазиз әзірлейді. Бұл жан-жағына шаш тастайды. Содан кейін сәл қорғанып киіп ал. Жарайды, Ғазиз, бүгін қандай тағам пісіресіз? Мята по-французски. Не дейді? Мята по-французски. Француздық ет деп қазақша айтасыз болмаса? Атын білмейсің, оны қайт пісірейін деп отырсың? Ой, қуыра бересің болды ғой, қиындық жоқ қой. Жарайды, жігіттер, Ғазиз өзінің тамағына кірісе берсін. Оны дейін кішкене бір әңгімелесіп, танысып отырайық. Жалпы Жайдарман саласын қай жылдан бастадыңыздар? Мен 2014-те бастадым. Ғазиз, сен қай жылы бастадың? Мен 2009-дан бері ойнаймын ғой. 2009-дан бері демекші, сіздерді бағдарламаға шақырмас бұрын сіздер жайлы мағлұмат жинаған болатынбыз. Ғазиз, 2009 жылы шыққан видеоңды көрермендер көрсін. Экранға назар аударыңыздар. Қазақстан халықтар достығы университеті Шымкент қаласынан келген КВН командасы бастайтын алғашқы топтама. Хей! Форма қалай? Ақ-қара дедіңдер ғой? Армани, Версажи, Додж, КамАЗ. Не дейді мынау? 10 жыл бұрынғы ма мынау? Сен 10 жыл бұрын вообще кәрі болған екенсің ғой сен? Сен біздің қасымызда жүріп жасарып жүр екенсің ғой сен? Мынау басынан қойшы мынау. 2019 жылы ғой мынау? 2009. 2009. Тоқтатшы мынау. Мына Есен аға қарасаңыздаршы. Есен аға. Мына жерде кәдімгі сіз бір телеканалдың емес, бір водоканалдың бастығы ұқсап тұрсың. Өй, сен біздің қасымызда жүріп, жасарып жүргесін, не киіп шыққансың? Сен кәрі, не мас дей бересің мен? Сен өзіңше өзің? Жыртқан адам ұқсап сөйлейсің ғой маған? Мен шыға салып жыртқам ғой мен. Мына ойыны бар ма? Бар. Екеуіміздің де арнайы тауып қойдық. Экранға назар салыңыздар. Ал ананың түрі, оның түрі енді бақытсыз түр. Бірақ оның түрі мынаның түріне қарағанда бақтырақ. Ол анау мынаның түрін көріп, өзінің түріне шүкіршілік етіп жүреді.
Ой, біз жұлдыз аурумен мектеп кезінде ауырып қойғам ғой мен байғұс. Жарайды, олай болса, енді сіздерден көптеген көрермендердің сұрағы болуы мүмкін. Сіздерде жалпы дайындық қалай өтеді? Әзілді кім жазады? Ол ішкі кухняға кірмей-ақ қойық. Өзіміз идак кухняда тұрмыз. Жарайды, Ғазиздің да тамағы дайын болып қалған сияқты. Көрейік. Ғазиз? Иә, дайын болып қалды. Мұны қазір көріп тұрғаныңыздай сәбізді өзі қызарып қуырылып жатыр да сәбіз. Дайын болып қалды, Құдай қаласа. Май құйса анаған бірінші. Ой, ұмытып кеттім, ол май құйды. Сәбіздің көмір болып отыр ғой сен. Жалпы тағамыңызға қандай заттар қосылады мысалға? Енді асын жағанам. Сөйтті сәбізді ашы. Не істеп жатсың? Қалай жағам? Өфірейін ба, не істейін? Бүйтіп баса сасай, бүйтіп. Электрони ма? Қазір жастар жылы. Болды. Ой, не болды? Басты нәрсені ұмытып кеттім ғой мен. Не ол? Вермишель ұмытып кеттім ғой мен. Мен барып, тез барып, вермишель алып келейін, Сенде күте тұрында, мен қазір келем. Нұрлыбек, не болды мынау? Сонша көрермендер көріп отыр. Анауға базардан қазір келмейтін бағдарлама аяқталайын деп қалды уже. Уайымдама, мен неше минут қалды бітуіне? 2-ақ минут қалды. Болды, бір свежий салат істеп жүре салайын. Құрметті көрермендер, телекөрермендер, қолдарыңызға парақ пен ручка алып жазып отырыңыздар. Қазір үйтіп жазып алатын не емес, бір қияр мен помидорды аласың, кішкене тұз себесін болды ғой. Сөйтіп укроп себесін, пияз қосын жазып алыңдар қазір. Жарайды. Дәмін көр, міне салат. Дәмін көрейік. Жақсы екен. Әдемі істейді екенсіз. Олай болса, біздің бағдарлама өз мәресіне жетіп қалды. Сіздермен бірге болған Жаппар Нұрлыбек, көкем базарға кетті. Көкемнің тамағын жегілеріңіз келсе, келесі бағдарламаларда дәм ауыз тиетін боламыз. Рахмет. Жүрегің әлі бәрін ойыңдар, бір қара ойың бар, сен лайықсың. Бүгін кезет командасы академик Әбдімұса Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің басшылығына алғыстарын білдіреді. Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен азаматтық бастамаларды қолдау орталығына Қазақстан КВН одағы атынан алғысымызды білдіреміз. Көрініс сайысы ортада Тұран Астана, Нұр-Сұлтан қаласы. Тағы да қайырге қымбатты достар, кезек көріністе. Елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза жақында ғана жарлығында айтқан болатын. 2022 жылға дейін кезекте тұрған барлық отандастарымыз баспаналы болады деп. Сонымен Нұр-Сұлтан қаласы, Абай көшесі, 65-ші үй. Бағдаулет! Ау. Жанпейес! Ғабит! Ау, әке. Балам, үйге кір. Иә, бара тұрмын. Біреудің баласын үйге кіріп жергесің. Мына ұрыма. Бала! Сен ұрысың ба? Мен ба? Иә да. Мен ұры емеспін. Қой, мен сенге полицияға айтам да, сен ұстатып береме. Хабарласпаш. Басыңды қатырма. Басын қата берсінші. Хабарласпаш. Өтініш. Тырқ деп аға. Хабарласпаш, өтініш. Мен айт берейін, не үшін келгенді? Айт берейін. Мен 20 жыл болды кезекте тұрғаныма. Қайда? Пәтер алуға. 40 жыл алда бар дейді маған. Біздің қаламызда бос тұрған үйлер көп қой. Осы үйге келдім мен. Осы үйде тұрам болды. Мына бос тұр, мен баяғыдан бері көріп жүрмін. Сен басын істемейді негіз. Неге? Бұлай пәтер ала ма? Пәтер алған соң мен сияқты алу керек қой. Қалай? Ана бағдарламаны білесің ба? 12 мың теңгеге, 29 жасқа дейін 12 мың теңгеге баспана беріп отыр ғой. Қойшы, сіз қаншадасыз? 28-де. Бір-ақ жылға бола алдыңыз ба сонда? Рахаттанып тұрасың ғой бір жыл. Оны қойшы. Дала суық емес пе? Майкымен шыққан нес? Мен саған ақымақ емеспін ғой.
жаурайтын. 2 маяк киіп шықтым ғой, қарасай. Жаурамайсың ғой, кішкене қамқау. Сен қарасай, менде денсаулық жетеді ғой. Соңғысы қалған сияқты ғой өзі. Сен өйтіп мазақтамай ғой. Сен біле білсең, мен 8 баланың әкесімін. 7 баланың анасымын. 3 баланың ағасымын. Үйде адамдар көп, в общем. Қатырас. Анаңға. Жүсіп, сендер көмектесеңші ойнап. Жалғыз кетші көрініз ойнап атқыз. Ойнайыншы менде. Кетші қарай, қош. Екеуің ғана ойнай бересіңдер ме? Кетші қарай. Өмір істесіңдер ғой. Көрші, осы қарайын да, осы үйді аңдып жүргеніме біраз болды ғой негізі. Баяғыдан бері аңдып жүрмін ғой. Уже көрші болып қалдық па? Енді айта берейін да енді. Айта бер. Бұрыннан бері аңдып жүрмін ғой сүйді. Түнде қарайым да сізді. Түнде темекі шегуге балконға көп шығасыз ғой сіз. Таста. Не үшін көп шығасыз? Айтып тұрмын ғой, 8 бала шағам бар. Сұлтан, жүр тамақ ішеміз үйге. Қойшы, кетші бар. Ойнайыншы. Айсұлу! Романтик келді. Бала, кімге келдің? Қызыма келдім. Қызыма? Иә. Қай этажда тұрады? 6-шы этажда тұрады. Біздің этаж ғой. Аты кім? Айтып тұрған жоқпын ба Айсұлу деп? Айсұлу? Менің де әйелім аты Айсұлу ғой. Қош. Прикинь. Абайла. Күйеуі бар ма? Бар. Бірақ чорт ол. Сен маған кеп тұрсың ғой? Қалай маған кеп тұрсың? Әйелім жоқ бүгін. Ертең келсе. Қош. Рахмет, братан. Чорт екенсің, рахмет, братан. Жоғарыдан қарасаң деймін да, адамдардың бәрі кішкентай болып көрінеді екен ғой да. Кішкентай. Мен енді жоғарыдағы ағаларды енді түсініп атқан сияқтымын ғой. Кірмейсіз ба, үйіңізге тоңбадыңыз ба? Негіз жаурадым. Мен үйге кіріп шығайын. Сен осында болатын жарсың. Болам ғой. Есік ашылмай отыр ғой. Қош. Көрші, сен көмектесші маған. Сен үйіңе кір да, менің үйіме кір да, әйелім бар, әйелім айтшы, іштен ашып жерсін. Жақсы. Көрші, давай, саған сендім. Көрші. Көрші. Айсұлу. Не істеп атсыңдар, ұзап кетті ғой, көмектеспей-ақ қойшы, кім, көрші. Айсұлу. Кіргізбе оны. Сол. Үйде ешкім жоқ екен айтпашы мен. Адам сош көрдің ғой. Көрші, досың келеді. Айттым ғой көмектесем сендерге деп. Қайдағы көмектескен, жалғас не істеп жүрсің? Ойнатыңдаршы менді. Жағаласпаш, өзіміз бітіре салайық. Действительно, жоғарыдан қарасаң, қарапайым қалып, түк те көрмейді екен ғой. Депутат сенсің. Көрші, шынды айтайын. Бумеранг сияқты. Қарсай, мен ауылдан келген адаммын ғой. Қалада не істеп жүргенін білмеймін. Ауылда 7 бөлмелі пәтерім бар ғой. Мал шаруашылығым бар ғой. Қош. Келіп алып, өкімет жаманды пәтер алып жүрмін ғой. Шаршадым мен андай жұмыстан. Ауылға қайтатын сияқты мен. Не істейміз мияқта? Мені де алып кетіңдерші. Қайтасың ба ауылға? Қайттық ауылға. Үйге қайтам, сағындым мен, береке толы үй үшін. Үйге қайтам, сағындым мен, бөбектерімнің иесін. Үйге қайтам, сағындым мен, асыл жарымның кешкі. Көрініс сайысы ортада Қызылорда құрамасы. Рахмет, құрметті достар. Құмар ойын деген ол кез келген нәрсеге жеңіл оймен жету деген мағына білдіреді. Сонымен өзінің ауылын картаға тігіп жіберген әкім. Әкім мырза, мен түсінбеймін да. Соншама ауыл тігіп жіберетіндей қанша ойнадыңдар? Баста 50-200 ұрып атқанбыз ғой. Артынан бір көзімді ашып қарасам, ауылдан шеттегі биттерді тігіп атыр екенбіз ғой. Ұялмайсыз ба, битті қалай тігесіз? Не дейін ұяласың? Өзім ауылдың адамдарымыз деп. Жоқ, сонда кәдімгідей түгелдей бір ауыл тігіп жібере салдыңыз ба сонда? Жоқ, мен түгелдей ауыл тіккен жоқпын. Басым істемейді дейсің ба? Енді? Ішінде өзім үйімді алып қалдым да.
Неге алып қаласың? Енді қатын айқайламай ма? Үй соның атында емес па? Жоқ, мен түсінбейтім да, сіздің үйіңіздің ауылдың қақ ортасында ғой, қалай болады? Ертең ауыл басқа бір өтіп кетеді. Анау біздің үйдің ортасында емес па? Сол ауылдың ортасында үй, менің бөлек ауыл болады. Анау кәдімгідей ауыл болады да, ортасында бөлек ауыл. Біздің қораға кіресің ғой сен, вот басқа ауылға кіріп кетесің сол кезде. Қалай түсінбедім? Ой, не түсінбейтін бар? Мысалы, Қызылорданы білесіңдер ма? Қызылорданың ортасында Байқоңыр тұрған жоқ па? Мемлекеттің ортасында басқа мемлекет тұрған жоқ па? Дәл сол сияқты ғой. Не батыр? Не батқанда мына әкім ауылды картаға салып жіберген. Жақсы емес па? Географияда боламыз ғой енді. Бәрі тауып келеді біздің ауылда. Күшті емес па? Кетші ондай картаны тігі жіберген. Сен сонда бәр ауылды полный картаға тігі жібердің ба? Иә. Аудан әкімі, қала әкімі қақа қарап отыр? Мен қолыма қарап отыр сол кезде. Не болады екен, не шығады екен, мына балаң не тартады екен деп. Отырдық сол жерде, барлық отырды ғой. Әкім мырза, мойындайын, ана жерде камера бірдеңе пранк қоны. Ешқандай да пранк емес. Енді мен пранк деген ойынды білмеймін мен. Покер ғой кәдімгідей, покер ойнадық бәріміз, покер. Мына әкіміңе покер екен шынымен. Сонда бүкіл ауылды халықмен қосып сатып жібердің ба? Көшеміз ба енді бәріміз? Көшпейсіңдер. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді деген бар. Сол үшін адам падаммен бірге тігіп жібердім мен деген. Қосып тігіп жібердім сендер бәрін бірге. Біздің болашағымыз не болады сонда? Болашағың ештеңе де болмайды. Кәдімгідей келетін әкім қазір, келетін әкім. Мен ұтып алған жоқ па, ауылды ұтып алған әкім бар емес па? Сол деген суды да жүргізеді, газды да жүргізеді, барлық жағдай жасаймын деп отыр ғой. Болды жоқ. Саған да сөйтіп айтты ғой кезінде. Иә, барлық жасаймын деп отыр. Өзі де кеп қалу керек қазір. Танымаймыз ғой ма? Жағдайлар жақсы ма? Нормальсыңдар ма? Қалай жағдай амансың ба, братчика? Осы новый әкім мен ғой, бірақ осы әкім қол жасайтын, жұмыс жасайтын әкім осы. Таныс болыңыздар. Бірақ мен әкім деп обращать етпей қойыңдар, братан деп үйресіңдер ғой мен, ема? Братан деп үйреніңдер мен, ема? Сосын былай ғой, осы бүгіннен бастап мына ауылдың атын өзгертуден бастап кетейік. Біздің бүгіннен бастап бұл ауылдың аты Диас болады. Неге? Диас болады мына ауылдың әкімі. Неге ол? Неге ол мен баланың аты деген мағынаны білдіреді, конкретизация керек па? Вот солай бастаймыз конкретно. Әкім мырза, құтты болсын орныңыз. Базар жоқ, мына братчика өзетін братчика. Сен мен оң қолым боласың, бұл шамалы ақта, мен қолым шамалы жіңішке ғой. Осылай, бүйтеміз, ауылдың шетіне бар, кіреберіске бар емес па? Ескерткіш қоюдан бастаймыз. Қандай ескерткіш? Мына өстемізде картаны ескерткіш қыламыз, мына король түйенің. Не мағына ол? Не үшін? Кеше удачный шықты, просто білесің ғой сен братчика. Жоқ, сонда ана ауылдың шетінде тұрған валет қарға мен салған қақта ол сонда. Ол онша емес, сен содан ұтылып қалып отырсың ғой. Тұратшы, не айтып отырсың? Валет қарға, ковер қарға? Батырлар бар емес пе қанша? Неге солардың ескерткішін салмайсыңдар? Ойбай! Диас ауылдың аты. Оп, бәрекелді. Мына братчика. Қараутеуде қойыңдар. Мына братчика өспейтін братчика. Мен айтайын, мына папасын таниын, патолог өскендер осы дальше бармайды. Әкім мырза. Мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі ғой. Өтініш. Айлығым көбейтіп беріңіз. Сен айлығың қанша? 35 ақым. Көп қой сенікі. Ана жақта 20 мыңға істеп отыр ғой. Сен 5 мың қайта артық, сен маған бер 5 мыңды. Ема? Әкім братан, сіз келгесін ауылға газ, свет бәрін жүргізеді деді ғой. Сол сіз ба шынымен? Енді көреміз, бүгін удачный шықса істейміз барлығын. Ұтылып қалатын болса, ары қарай білмеймін, барама, бармайма. Сен осы білеміз, біз картаға кетіп баратырмыз мына жерде ше. Өзім сен үйін тігетін болдың, тікпейтін болдың ба? Мен ойнамаймын карта. Неге? Қатын айқайлайды. Құрметті достар, сіздердің алдарыңызда көрініспен өнер көрсеткен Қызылорда құрамасы және де Жайдарманның ардагер жайдарманшы, жас кіташы Данияр Бекжан. Қызылорда мекенім, туып өскен жерім, жарадан өскен қала. Және бүгінгі сайысты қорытындылайтын ортада элемент Семей. Кино көрем, Құрметті достар, баршаларыңызға белгілі граф Дракула оқиғасы біздің нұсқада. Бұл оқиға Меруерт Түсіпбаеваның репертуарынан да ескі. Тальгоның проводниктарынан да қорқынышты. Нұрғали Нүсіпжановтың өмірінен де қызықты. 14 ғасырда пайда болған вампирлар жайлы.
Граф Дракула. Мен де қанды ішіп емлетермен. Сен де қанды іштің ау литермен. Мен қан іштім. Балаларым, сендердің апаларын налогыйда істеген, аналарын сонда істеген. Сондықтан да қан ішу біздің бойымызда бар қасиет. Әке, бірақ неге біз әлі семейден шықпай жүрміз? Біз вампирміз, бізге жарыққа шығуға болмайды. Балаларым, бізге мәңгі өмір сүру үшін бізге жас қыздың қаны керек. Сен сол қызды алып келесің. Неге мен, әке? Неге сен, әке? Мен, әке? Бар алып кел, ал біз сенмен бірге барамыз. Ван Хельсингтің үйінде. Кім? 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 Ван Хельсинг, саған бір әңгіме бар. Сен кімсің? Ван Хельсинг, сен мені танымайсың. Бірақ мен сен жайлы көп нәрсе естідім. Ол жігіт маған өзі жабысқан болатын. Мен ол туралы емес. Ван Хельсинг, сені вампирларға қарсы күресет деді. Кім айтты саған? Естідім солай. Айтшы, кім айтты? Бәрі айтып жүр. Кім енді мен айтшы? Ой, Джек айтты, Джек. Ван Хельсинг, ана зұлым, Дракула, жас қыздың қанын ішіп, мәңгілік өмір сүрмекші. Біз оған жол бермеу керекпіз. Жосын айтшы, қай Джек айтты? Ван Хельсинг, бізде уақытас. Сондықтан да, мына чеснок саған. Аха. Бұл чеснокты жесең, саған вампирлар жоламайды. Мен аны жесем, маған ешкім жоламайды ғой? Естідің ба? Біреу қасқырдың дауысын табатыр. Түн батты, бізде уақыт жоқ. Дәл сол сәт Дракуланың үйінде. Сенің мойныңда менің іздерім. Балалары, қан ішу рәсіміне дайынсыңдар ма? Бастаймыз. Ішесің бе? Жо, мен за рулем. Жарайды, өзім бастайым. Тоқта! Жас қызды алып келетіндей кімсің сен? Мен Дракуламын, мен қан ішем. Мен Ван Хельсингпін, мен ішем. Мен саған қан ішуге жол бермеймін. Ван Хельсинг, сен маған түк істей алмайсың. Себебі сен үнемі қателесесің. Қашан мен қателестіш? Мен сенделердің талайын көргем. Қандайлардың? Сенделердің. Қандайлардың мендердің? Ну, сен сияқты типа. Мен сияқты қандайлар ол? Саған құсайтындар. Маған құсайтындар қандай ол? Сразу түсінбейтіндер. Қызды жібер, айтпесе мен сені Абу-Дабиға апарып тастайым. Өртеп жібермекшісің ба? Мен сені Алматы қаласының әкімі көшеде жүрген қыздарға істеген істеймін. Көзімді құрт жібермекшісің ба? Онда мен сен қазіргі мектептің программасымен оқытам. Миымды ашып жібермекшісің ба? Мен сені тамаша арнасын директор қылам. Тамаша арнасын директор қылмақшысың ба? Одан кейін бұтына қызыл колготки киіз қоям да басынан ұрам. Не деп тұрсың сен? Сіздермен бірге қалаулым бағдарламасы, мен Айша Матай. Біз тікелей эфирдеміз, өз ойын бағдарламасы басталды. Ұра бермеш, ұрған сайын тупит етіп жатырмын. Тағы бірле тұрсан, мына жұдырық сен бетіне тиеді. Сен жұдырығын мен бетіме тисе, менің тізем сенің ішіне тиеді. Сен тізен мен ішіме тисе, мен шынтағым сен тісін сындырады. Сен шынтағым мен тісім сындырса, менің қардың сенің қолтығын тұрады. Құмаш қарын қолтығы ұрмайды ғой? Болды,
Sen meni şarşаттың. Әке, тез арада қашу керек, күн шығып келе жатыр. Ван Хельсинг. Былтырда осылай осы жерде құлап кетіп еді. Дракула ма? Жоқ, Нұрдәулекұлы. Осы жолда құлатпаса болғаны. Кім? Еркебұлақұлы, Дәулекұлы, Көпекұлы, Генакұлы, Бақтияр Артаев. Ван Хельсинг, сен олай оңайшылықпен берілме. Нағыз шайқас әлі біткен жоқ. Біздің өмір әлі алдымызда. Біздің бақыт болар қолымызда. Командалар сахнаға. Бүгінгі сайыс туралы Бақтияр Артаев. Қайырлы кеш достар, жайдарман сүйер қауым. Рахмет жігіттер, бүгін тамаша әзілдер болды. Енді әрине қазір түсінеміз, қоғамда әзіл, жеңіл әзілдер, болмайтын әзілдер, боғау сөздер болмаса жаңағыдай ұятсыз нәрселер көп жеңіл қабылданады, сондықтан ол күлкіге көп қатты айналады. Бірақ өтініш, болашақта сол жеңіл әзілдерді, ұятсыз нәрселерді қоспасаңдар, нұр үстіне нұр болатын еді. Сынның арқасында өздерін шындап жетістікке жетелей беріңдер. Сәттілік, рахмет. Геннадий Шиповских. Ассаламағалейкум, құрметті халық, ардақты ағайын, құрметті жайдарманшылар, есаға. Енді не дейміз, сөзге кетеміз дейме енді. Бәкең айтқандай, расында да бүгін енді кеше ғана осы ойынға келген біздің ағайындарымыз көрді. Жалпы бүгінгі ойын шамалы дегенмен дәрежесі төмендеу, бірақ алайда өзіміздің көңілімізге толған командалар болды. Оғаның осы соңғы ойынға келетін болсақ, енді элемент Семей. Меніңше, енді кеше бүгін жалпы біз жартылай финалдың куәгерлері болдық. Меніңше алдағы уақытта бізді финалда одан да қызықты сәттер, сондай-ақ көңілді дүниелер күтетін болады деген мен ойдамын. Рахмет. Дәулет Кәрібек. Қадірменді осы жайдарманға келген қауым, жайдарманшылар, бүгінгі ойында біраз қызықты сәттер де болды. Бір жағынан мен нем айтып жүрем ғой, достар, жайдарманшылар, сіздерде Құдайдың берген таланты бар. Сондықтан да сіздер осы көрермендерге қарағанда талантпен бір тепшекке жоғарысыздар. Сондықтан да сіздер үнемі көрермендердің көңілін көтеру үшін, жаңа деңгейге шығу үшін сауатты, салиқалы, жақсы әзілдер болу керек. Жалпы ойын жақсы өтті, барыңызға сәттілік. Еркебұлан Мырзабек. Қайырлы кеш тағы да барлықтарыңызға. Ал бүгінгі жалпы жартылай финалдық ойынның екінші кезеңіне көшсек, жалпы КВН-ші ретінде жайдарман ойнаған жігіт ретінде білем, жартылай финал бұл жарыстағы ең қиын кезеңдердің бірі. Бұл ойында уайым көп болады, бұл ойында қандай да бір әзіл өте ма, өтпей ма, сол жағы көп сарапқа салынып, мүмкін сіздерде уайым көп болып, сарапқа көп салып, бүгінгі материал бір сәл өзінің бір деңгейіне жетпеген сияқты. Өйткені көптеген командалардан үміт арта күттік. Мысалы, бүгін кезетке не үшін 3 қойдым? 1/4-тегі сәлемдесулеріңізге бір үңіліп қарасақ, ол 10 есе артық бүгінгі сәлемдесулеріңізге қарағанда. Оны өздеріңіз де біліп жатқан шығарсыздар, іштей. Қызылорда құрамасы тура сол, Тұран, Нұрсұлтан, сол баяғы деңгей. Жетісай құрамасы, білмеймін, Марат жетіспеді ма, мүмкін дайындық жетіспеді ма, сіздерде де бүгін сол бір осалдықты көрсетіп қойдыңыздар. Элемент Семей, сөз жоқ, сіздерге рахмет. Жалпы бүгінгі топта үй тапсырмасы деген сөзді, үй тапсырмасы дегенді түсінген жалғыз команда сіздерсіз. Үй тапсырмаларыңыз үшін рахмет.
Боранқұл, мә сендерге. Жалпы көбісі айтып жатады, неге бүйту керек ет бағдарламасы болмай кетті. Бүйту керек ет бағдарламасының бірден бір миссиясы жайдарманшылардың ойыны түзелсе, олар жақсы ойын көрсетсе, 1-4 ойындарында барлығы демеймін енді 80% жайдарманшы барлық топтар жақсы ойын көрсетті де, одан кейін бүйту керек ет бағдарламасын түсірмей қоямыз ба деген шешімге келдік. Бүгінгі ойындарыңызға рахмет, сіздердің арқаларыңызда бүйту керек ет бағдарламасы жалғасады. Рахмет барлықтарыңызға, келесі ойындарда кездескенше. Тағы бір айта кететін жайт, бүгін енді финалға өтеді командалар, құрметті финалға өткен командалар. Естеріңізде болсын, финал ол жаңа парақшадан басталған ойын. Алдыңғы сіздердің дәрежелеріңіз ескерілмейді, сондықтан жақсылап дайындалып келіңіздер. Рахмет. Жақсылықтың ерте кеш жоқ дейді. Еркебұлан өткен, яғни тамыз айында өткен мынау халықаралық КВН одағының ұйымдастыруымен өткен жазғы кубокта бас жүлде алдыңыздар. Жайдарманшы атынан, қазақстандықтар атынан шын жүректен құттықтаймыз. Көпен аға, түйіндеңіз. Түйіт бірақ сөз. Мынау жастардың осы әбігерге түсіп жатқанына мен ырза болдым. Есіме бір жаңылтпаш түсті. Осы туралы. Әмірде әбігер, әділде әбігер, әмірде әбігер қылған әділ ме, әділде әбігер қылған әмір ме? Әмір мен әділдің әбігерлігіндей әркімнің бір әбігерлігі бар дейді. Біз осы жайдарман үшін жан салып әбігерге түскен жастарға рахмет айтуымыз керек. Оны бәйге секілді ғой. Үздік создық келеді, кейіннен келеді, жарыстан шығып қалатыны бар, оны ренжімеу керек. Ең бастысы бәйгеге қатыстық дегеннің өзі неге тұрады. Бүгін осы ең мықты озық үлгі алатын команда екеу, бірі Боранқұл, екіншісі Семей элемент. Қалғандар үздік создық келе жатыр. Ендік бәйгеде үміткер болатын шығар деп өзім ойлаймын. Енді бір кеше команда жөнінде осы Оралға обалдау болды деп айтып жатыр. Соны 5-ші команда қосып берсеңіздер жақсы болар еді. Қазір ұпай сандарына кезек берейік, сосын 5-ші жолдаманы сол кезде өздеріңіз шешесіздер. Үй тапсырмасы жоғары ұпай 5, Боранқұл, Маңғыстау. 5-4, 5-4, 5, 4,6 ұпай. Элемент Семей. 5, 5, 5, 5, 5, толық 5 ұпай. Қызылорда. 4, 4, 4, 3, 3,6 ұпай. Бүгін кезет Шымкент. 3, 4, 4, 3, 3,4 ұпай. Тұран, Нұрсұлтан. 4, 4, 4, 3,6 ұпай. Жетісай. 4, 4, 4, 3, 4, 3,8 ұпай. Сонымен ортақ ұпай сандары. Тұран, Нұрсұлтан қаласы 8,1 ұпай. Қызылорда 8,4 ұпай. Бүгін кезет 8,5 ұпай. Жетісай 8,9 ұпай. Элемент Семей 10,2 ұпай. Боранқұл, Маңғыстау 10,3 ұпай. Жастар маусымының финалдық бәсекесіне тікелей жолдама алған 2 команда Элемент Семей және Боранқұл, Маңғыстау. Ал енді қазір алқасы өткен сайыста бізде резервте тұрған ату, миллион, жаңа қорған және грант. Бүгінгі сайыста Қызылорда, бүгін кезет Тұран және Жетісай. Қай құрамаға жолдама береміз? Көпен аға. Мынау бұны оңға немесе солға бұратын емес, өнер өшпейтін үлкен қасиетті сабалтындай нәрсе. Сол әрқайсыны ұпай саны есептеп бойынша мына Орал 5-ші болып тұр. Сонымен 2019 жылға жастар маусымының финалдық бәсекесінде өнер көрсететін топтар.
Фемида Ақтөбе, Өзен Майгаз Жаңözен, Боранқұл Бұрғылау Маңғыстау, Элемент Семей және Грант Орал. Қымбат достар, баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдар сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар.